Құрметті ауылдастар, бүгін расымен де рухани ем алатын, осындағы ел ертең жүрген уақытында айта жүретін ерекше кездесуде бас қосып жатқан жайымыз бар. Мінекей бүгін сіздердің алдарыңызға өзінің алтын уақытын қиып, санасына, жұдырықтай жүрегіне жақсы ойын, жақсы сөзін біздіңше түйіп, елімізге белгілі, әсіресе жастар арасында есімі алайын тек қана жақсы жағынан аталып жүрген Астана қаласы Ырыскелді Қажы мешітінің бас имамы, дінтанушы, теолог, дінтанушы Нұрлан ағамыз. Нұрлан аға, біздің елге, біздің ауылға қош келдіңіз дейміз. Келсе пішілген бұлын келте болмас дегендей, Нұрлан аға бірінші келісіп алсақ, ресми жүргіземіз бе, жоқ енді атамыздың дәстүріне арқа сүйеп, аға әмір ретінде жүргіземіз бе? Аға әмір ретінде? Жақсы олай болса аға әмір ретінде жүргізетін боламыз. Құрметті жерлестер, бүгін сәтін салған осындағы салтқа, дінге, меніңше шөлдеп жүрген көпшіліктің сәлде болса құмарын басады деген, шөлін басады деген мақсатта бүгін жақсы кездесу өткіземіз деген ойдамыз. Енді бұл кездесудің тәртібіне шамалы тоқталатын болсақ, бұл емен жарқын кездесу болайын деп тұр. Бұл жерде ресми кездесу емес. Нұрлан ағамызға Нұрлан аға деп, Нұреке деп атауларыңызға өз рұқсатын беріп отыр. Қазір енді біз бастаймыз. Бүгінгі осыған кездесуіміздің өтуіне жол ашқан, соған себепкер болған, соған ұйытқы болған Жамбыл облысы азаматтық альянсы мен Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығы, сонымен бірге Жамбыл облысының әкіміне, Байзақ ауданының әкіміне зор рахметімізді білдіреміз, құрметті көпшілік қауым. Сауал бұл көпшілік сіздердің аттарыңыздан да жолданса дұрыс болмақ. Мен модератор боламын, өздеріңізге белгілі жерлестеріңіз Оңғар Нұрлан Мырзабайұлы. Енді Нұр аға, сіз жақсы білесіз, адам өмірінің өзі қарап отырсаңыз дәстүрге бағышталған ғой. Біз қазақ деген ел болғаннан кейін өмірге сәби келетін болса, сол сәбидің жетілуінде, өсуінде, өну барысында тіпті жасы жетіп, өмірдің озған шағын өзінің бәрі қарап отырсақ, сол дәстүрге негізделетін болған. Біз енді қазақ деген ел дәстүрін дәріптеген, салтын салмақтаған, ғұрпын құрметтеген елдің өкіліміз. Сондықтан біз дәстүр мен дінді бөліп жара қарай алмаймыз. Өкінішке орай араларымызда кейбір азаматтардың көзқарасы біздікімен үндеспей, дәстүрімізге қайшы келетін, біздің салтымызға сызба түсіргісі келетіндердің де бар екені жалған емес. Сондықтан енді рұқсат етсеңіз, біздің елге қош келдіңіз деп, осы туралы, дәстүр туралы, салт туралы өз ойыңызбен бөлісе кетсеңіз. Аса қамқор, ерекше мейірімді жаратқанның атымен бастаймын. Алла баршаңызға разы болсын. Ең бірінші жаңағы өздеріңіз айтқан облыс басшылығына, облыс басшысына кеше қабылдауында болып, қандай мәселелер бар, түйткілді не айтсақ болады. Әр облыстың, тіпті әр аудан мен әр ауылдың өзіне тән жайттары бар. Десе де елімізде белең алып тұрған отбасылық зорлық-зомбылық, отбасының шырқы бұзылуы, ойын құмарлық, одан кейін бар ағайындық туыстықтың бұзылуы, теріс ағым, суицид, тағы да мәселелердің таблицасын жеке қарап көріп, біздің өзі жастарды, халықты не толғандырады, не нәрсені айтуымыз керек. Дұрыс қой, енді интернет, әлеумет желілерінде бәрін айтады, сол жөн бөліп, ал енді осы жерде отырған кезде, кездескенде қай жерде қандай мәселені шешсек, қандай мәселеге елді жұмылдыра білсек, өзі былай ғой, бізде өзі уағыз айтқан кезде Құранда да солай келеді, шектен шыққан жақсы көрмейді деп, біз не апарып тастаймыз, әсіресе теріс ағымның азаматтарына қатысты, көбінесе біздің бағытымыз сөзіміз мынау, бір шеттен екінші шетке құлап бастаймыз да,
не тозаққа кіріп жібереміз, не жәннеттің төріне отырғызып қоямыз апарып. Біздің қолымызда сияқты. Бұл елді солды аштырып алды ма деп ойлаймын. Қазіргі уақытта жаңағы қорқытып, үркітіп, сен бүйтесің, рейсің деген сияқты сондай айта бергеннен кейін де елдің де мезі шығып, соңғы уақытында уағыздың да ырқы-шырқы бұзылып, адамдардың да ортамызда сәл бөлектеп алған жайтымыз бар. Сол үшін жас балаларына алдымызда отырған адамдарға қай бағытта уағыз айту керек? Яки болмаса алдыңа қолыңа телефон алғанда, ол телефондағы түсіріп отырған адамның уағызы ертең әлеуметтік желіге түскенде, ол мешіттің жамағаты емес оны тыңдайтын. Анау мысалы хадистерде мұғжиза деп келеді, айды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екіге бөліп жіберген. Енді соны қазір осы жерде отырып алып, мен айды пайғамбар екіге бөлдіңіз десем, мына мешітке барған имам молда басқасы бәрі ол сенеді, оған енді иман дәрежесі жеткен. Басқа халық қасқа айтты ғой дейді, қайтады да. Мешітке барғанда да сол. Сондықтан бір алтын ортасындағы белбеуді таба білу керек. Отырған адамның деңгейінде, отырған адамның түсінігінің деңгейінде ғана біз қалыптастыра білуіміз керек деп ойлаймын. Қаншалық сол сөздің сол жерге керегі бар, қаншалық сол нәрсенің керегі. Мешітте отырған 4 адам үшін бүкіл халықты естімейтін, түсінбеген сөздермен, диалектпенен басына отырып жібергеніміз баршылық. 30 жыл өткен, ән тойлап, би билеп, уағыз айттым деп, қазақтарды Сирияға жібергенменен жеткеніміз сол болды. Сөздің ашық. Одан қалғандар қап-қара киініп, бетін тұмшылап, орамал енді ол ата-бабамыздың жолы, басында шариғаттың шәрісі бар, десе де жаңа қара киіп көзіне дейін жабу белгілі бір септігіне, сондай болуына да біздің де бір себебіміз бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан енді соны есіміз жиып, етегіміз жиғанда, мынау жастардың қолына телефон жетіп, барлығы таңнан кешке дейін, түннен таң атқанша телефон ұстаған кезде соны не айтуымыз керек, қалай айтуымыз керек, және қалайша бағыт құруымыз керек, осыны жүйелегеніміз жақсы болады. Әсіресе біздің салтымыз, енді біз айтқан жоқпыз, имамдар. Домбыра харам, немесе жаңағы дәстүр арам, абай адасып шәкәрім шатасты дегенді біз айтқан жоқпыз. Бірақ қалай болғанда да біздің сөзіміз солардан аса түспеді. Сондықтан осындай елдің ішінде теріс ұғымдар пайда болды. Нәтижеде енді есіміз жинап, жаңадан тай-тай басқан кезде алысатын нәрселеріміз көбейіп кетті. Одан қалды қоғамымыз мейірімділіктен алшақтап, еркекті еркек болмай, әйелмен салғыласып, әйелмен салғыласқандардың алды әйелін ұрып өлтіріп, одан қалғандары ақша бермей қинап, төркініне баратын болса қырғын шығарып, артын аңдап, бір-бірін аңдып, ең соңында семьялардың шырқы бұзылғанын көптеп білеміз. Өкінішке орай, солардың ішінде біразы намазхан, біразының аузында алласы бар. Одан қалған болса, жаңағы бір қатындан біреуін жіберіп, талақ дегенді үйреніп алып, сөйтіп көшеде қалған қаншама қазақтың қаракөз қызы баршылығы жеткілікті. Бұнау телефон болып біраз сыртқа шықты. Ал шықпай жәнін түйіп, отбасынан шыға алмай, қорқынышта жүрген әлі қаншамасы бар. Құдай ешкімнің құлы қылып жаратпаған. Дініміз мейірімділікпен келген. Сондықтан біреуді қорқытып, үркітіп, бүйтіп жіберіп, сөйтіп жібереді деген дәуір артта қалды. Ауруыңды жасырсаң, өлім әшкере қылады деген сөз бар. Сондықтан осы нәрсемізді түзетіп, анаға деген, қарындасқа деген отбасы құндылығы біз үшін ең үлкен маңызды дүние. Сол үшін президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы мына қол қойып жуырда заңға байланысты үлкен зорлық-зомбылыққа байланысты өзгеріс енді. Жігіттердің көбі нариза болып жатыр бұған. Енді сөйлеп қойсаң сотталып кетесің. Сотталмайсың, қорықпа. Бірақ қалай болғанда да жылап жүрген, мен 30 жыл болды имам болғаныма. 30 жылда бір еркекті көрген жоқпын, қатын ұрды деген. Сіздер де көрген жоқсыз Құдай біледі.
күйеуім сабады, майып қылды, көзімді ағызды, көшеге қуып жіберді деген әйел жеткілікті. Күнде 4-5 қабылдаймын өзім мешітте отырып, күнде 4-5-ден кем жоқ. Бұл сонда қайда өзгеріп бара жатырмыз? Оны қойшы, маған мешіт бір апамыз келді. Анау мешітте отырған бәленбай бала дейді анау жігіт. Менің ұлым дейді. Не болды десем, маған маймыл деп сөйлейді дейді сол. Мен анасым дейді сол. Мейлі мен оңбаған болайын дейді. Мейлі мен жүзікші болайын маған десе, сол баланың маған солай сөйлеуге ақысы бар ма дейді. Апа қойшы сөйтіп айтамын сонда. Ананың сақалы хадисті айтқанда, ана молдалардың қатесін түзегенде, ананың анау деп сөйлегенде, қой аузын ашып қалады, анша-мұнша молдан ұрып шығады. ютубты көреді. Сол үшін бұл дін деген сипатта болмайды екен, сырттағы. Ішкі дүниеге, өмірде, тірлікте болатын дүние. Содан айтпақ болғаным, ардақты мұсылмандар, барлықтарыңыздың көздеріңіз ашық, көкірегіңіз ояу. Біздің ең бірінші мақсатымыз қазақ ұрпағының, қазақ жастарының ұлт жанды, нағыз ұлтын, елін сүйетін, жерін сүйетін азамат болуында. Кейбіреулер шатасы бірінші дін тұра ма, бірінші тіл тұра ма, бірінші қазақ тұра ма, бірінші дін тұра ма деген сұрақтарды қояды. Бұл сұрақ Алла қайда деп уақытысында қойылған сұрақ сияқты бидағат сұрақ деп есептейміз. Неге? Өйткені ұлт жоғары, дін жоғары деп айтуға келмейді. Екеуі де біз үшін жоғары айнымайтын, екеуі де біздің алтын ескегіміз. Мынау қайықта отырмыз бәріміз өмірдің қайығында. Сол қайықтың бір ескегінде дінді тек қана бүйтіп бұрай берсең, қайық бір орында айнала береді. Сол үшін қайықтың екі ескегі сияқты дүние менен қияметтің тірлігі, дініміз бен дәстүріміз, салтымыз бен санамыз екеуі бірге жүргенде ғана кеме қайық алға жүреді. Міне сол. Біздің қателігіміз, біз тек қана бір бетке болып кеттік. Дінді қуаласақ, міне дін, ол басқа тіл дегені жоқ, тек қана арабша сөйлеуіміз керек бәріміз деген сияқты пікірлер қалыптасты. Немесе мен ұлт жандымын деп өтіріктен алып, қазақтың жаңашылығын көрсетіп, қазір қазақ бұрын тәңірге сыйынған, бүйткенде сөйткенде деп бәрін араб болсыңдар деген сөздерді айтып жатыр. Біз Құдайдың ғана құлымыз, арабты мақтап, арабқа сыйын деп жатқан жеріміз жоқ. Біз ата-бабаларымыз ұстанған жолды, сол ұлағатты сіздерге жеткізуге келдік. Қазір 30 жылда болмаған көп жақсы өзгерістер кіріп жатыр. Соның бір ғана дәлелі менің осы жерде отырып, сіздерге қарап айтып отырғаным сол өзгерістің бірінші шарты деп есептей беріңіздер. Қазір мемлекетіміздегі азаматтар саясат дұрыс өзгеріп, барлығымыз осы ұлтымызды, отанымызды сақтап қалуымыз керек. Сайрап уағыз айтатындар кешегі қаңтар оқиғасында қазақтың басын біріктіріп қалудың орнына қазақты көшеге шығыңдар деп айтқандардың нәтижесінде өлгендердің санын көбейтіп берді. Қайда жоқ, қазақтар көшеге шығуға болмайды, қазақты ұстап қалайық, жастарды мынау қаны қайнап жатқан қазақтарды ұстап қалуымыз керек деудің орнына анау не айтқыштар елдерін үріктіріп қазақтың біраз баласын өлтірді. Менің мешіттегі жамағаттан 4 бала мені тыңдамай шығып кетіп, жоқ мен барам, сіз дұрыс емес айтып отырсыз. Анау бәленбай деген ұстазы имам айтып жатыр, шық деп жатыр көшеге. Шықты, төртеуінің де жаназасын өзім оқыдым. Төртеуі келіскен қазақтың балалары. Солардың әке-шешесіне барып бата қылған сайын бәленбай ұстазымды қарғысатып өлсін сол деді. Барған сайын қой десем сөйтіп айтады. Менің баламның өліміне прямой себепкер сол. Сол үшін бұл Мырзатай Жолдасбеков ағамыз айтпақшы, дінді дұрыс ұстасаң қасиетің болып, дұрыс ұстамасаң қасіретің айландырып жіберді. Сондықтан ардақтылар, дос күлдіріп айтып, дұшман жылатып айтады демекші, ішімізде үлкен мұң бар. Ол мұң қазақтың келешегі, болашағы, ертеңі. Жаңа бір жігітпен кездесіп қалдым. Бітер ойланып жатыр екен, не жатсың десем, осы ауылдың жастарын келешекті ойлап жатыр ғой. Бұлай қарасаң жақсы, бірақ жатып ойламайды екен да. Біздің қазақтың жатып ойлайды екен. Бір күні қожанасы жатыр дейді. Не алып жатсың десе, ана ауылдың шетіндегі жерді ойлап жатырмын деді. Не қыласың сен? Сол жерді алып пияз ексем деді. Сол пиязды
егіп соны күзде шауып соны қайда өткіземін деп ойлап жатырмын депті ғой. Сол арман бізге қияли 2030-да армандаған сияқты солай болды. Сондықтан аяғы ексегізмен бітті ме немен бітті білесіздер. Сол үшін айтпақ болғаным, біз өзі реал өмір сүруге тырысуымыз керек. Бақыт нақты бар нәрсемен де дұрыс, Құдай нәсіп береді. Бірақ пенденің әрекетіне қарай береді, пейіліне қарай береді, талпынуына қарай береді. Сондықтан мына жастар, әсіресе мына қыз балалар, енді ол бала жарайды, ертең отбасын ошағын асырайтын жер тырнаса да әйтеуір бір тірлік жасайды ғой, әсіресе қыз балалар. Сіздерге көп мойындарыңызда аманат бар. Санасыз қыз сән қой болады емес, саналы қыз болып, оқып, талпынып, ертең барлықтарыңыз бір ошақтың алтын екі тұтқасын ұстайсыздар қазанның үшін. Сол кезде сол қазанға менен картошкадан шыға алмай емес, ұрпақтарыңызды интеллектуалы жоғарылып тәрбиелейтін осы сіздер боласыздар. Имамдарды имам қылған, ғалымдарды ғалым қылған, даналарды дана қылған көп жағдайда анасы болады. Имам Ахмад деген үлкен кісіні 5 жаста бала кезінде мамасы көшеге шақпайды деген. Ары намазға баратқандар, білімге баратқандар қолынан жетектеп алып кетсінші деп. Басында өзі апарып жүріп ауырып қалған кезде көшеге шақпайды деген. Сөйтсе ары өткен жетектеп апарып, сөйтіп оқытып, әлемнің үлкен ұстаздарының бірі болды ол кісі. Мәселе сол. Сондықтан сіздер де сондай білімге, ғылымға, мына қолдағы телефон жақсы, бірақ бұл телефон кішкене дамуымызды бір жағын алса, бір жағын ұятқа қалдырып жатыр. Сол үшін кішкене оқуға, ғылымға, білімге, анау интернеттегі суретке күшті түсіп, былай бай болсаң, бүйтсең бай боласың, бүйтсең анау 7777 рет салауатты айтып жаза берсең, болды, кетесің. Аманат партиясы депутаты боласың депті. Сол күтіп отыр әлі болады. Ол Нұр Отанға айтқан, Нұр Отан бірінде берілген аманат болды, оған да жетілмеді. Сол үшін мына жатып алып оқи бергеннің пайда жоқ. Соған әрекет керек. Әрекет етіп бар оқиын болмаса. Активист болып білмеймін, көшесі бір айтып сөйтіп табасың. Бір ағамыз айтып еді ертеде, жаңағы колхоздың қойына кетейін деп жатқан кезінде мен анау пайғамбар саллаллаху заманынан сахабалар емес, өмірмен біз айтқан жақсы көреміз. Бізге жақында сол жүретін қазаққа. Бір ағамыз айтады, қой алып колхоздың чабаны болып кетейін деп. Бірақ оқыған интеллектуал, кішкене мінез барлау жігіт жас кезінде сол қойды апарып өткізіп мал алып колхоздан кетейін деп жатқан кезінде құмға. Соны атам айтты дейді, әй, анау жерден келе жатырмын атпен, бастықтардың уайзіне тіреліп қалыпты. Барып соларға су тамақ апар деді. Сондағы 17-20-ға жақын, 17-16-17 жасында. Соны барып су апарып берді дейді. Су ішсе дейді, аналардың уайзет итеріп, бастықтар аяқтарын бәрі балшық келді. Содан кейін уайзетін тартып шығарып, адамдар жинап шығарып берді дейді. Содан кейін әкем үйге келіп берді. Бітірдің ба деп айтты, бітірдім. Енді қараңызшы, қазақ ақсақалы қандай. Күліп айтты дейді, аяқ киімдері балшыққа батып десе, сен барда деп айтты. Мен үлкен тыңдаған жаман болмайды. Соны айттым дейді. Айтты дейді адам, солардың туфлиін балшықтың ізіне істеп тап кетті. Содан енді тауып, оны не істеймін, оны жақсылап жу депті. Соны ертең колхоздан бастыққа апарып берді, райкомға. Сонымен әкем айтқандай жуып, тазалап, ескі туфлилерін етіктің бәрін жуып, ертесін кептіріп, апартында жаңағы бастыққа кірді райкомға, туфлилерге төксірді. Бастық күлдіп тұрды да, кімнің баласың, бәленің баласың? Жұмысың бар ма? Жоқ, ертең жұмысқа келді. Сол күннен көтеріліп, Қазақстан Республикасының заң министрі легкий промышленность соға дейін көтерілген кісі еді. Қазір марқұм болып кетті. Сол ағамыз, міне сол. Сондықтан да жастарға айтылған мысал ғой бұл. Үлкендерді тыңдау, біреу жетектегенде артынан жүру, менікі дұрыс деп көкірек соға бермеу, қанша хадис оқысаң да, қанша дана болсаң да, кішкене мойындай білу керек. Мойындай білу, по факту жұмыс істеу керек. Көкірек үре бергеннен пайда жоқ. Сондықтан бар ма? Бәріміз сенікі дұрыс. Үлкендерді қуаттап, артынан ескеннен жаман болмаймыз. Салтымызды аяққа таптап, сен білмейсің деп мен білем, сен деп көтеріп түркілей бергеннен жақсылыққа жетпейміз. Бәріміздің Қазақстан Республикасындағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы аясындағы имам молдасы бар әйтеуір, біреу ілгері біреу кет, бәрінің талпынып істеп жатқан жұмысы бір терінің пұшпағы дегендей, бәріміздің жұмысымыз осы елдің отанды біріктіріп ұстап қалу, бірлікке жету. Кешегі қаңтар оқиғасында
сайрайтын не бір ұста ұстап қалмады халықта, не ақсақал ұстап қала алмады, не зиялы қауым ұстап қала алмады, не жазушы ұстап қала алмады. Сөйтсек, сандалы өлең айтқаннан басқа түк білмеппіз ғой. Зиялы деген кісі елді ұстап қалу керек. Дін, қазір біраз осы сөзім мына біраз шала сабақтардың жүректеріне тиіп жүр. Дін ұлтымызды сақтап қалуға қызмет жасайды. Соны ұстап қалуымыз керек діннің арқасында. Дінді жоғары қойдым деп ұлтты басып кететіндер бар. Керек емес деп. Жоқ. Мен қазір уағызда қазақша, осы сөзімді, сұхбатымызды қазақша айтып жатырмын. Демек, қазақтың тілі керек екен бізге. Шындықты шынды айтқан Шынболат атамыз дінін кетті дүдан қал, тілін кетті шұбарлап деген сөзі осы болады. Десе де қазақ кешегі кеңестік дәуірден басы босап бодаудан шыққан кезде руханиятқа қатты жүгірді. Сол кезде ұстап қалуымыз керек едіңіз, ұлтты. Сол кезде ұстап қала алмадық. Бір күні Меккеге группа жинап апарсам ертеде біреу жаңағы қаратас қарбаған қамшысын сүйкеп жатыр. Түсінбей қарап тұрмын, не істеп жатыр аға десем, мына тәуіп емшетін дейді, қамшыны зарядтап жатырмын дейді. Білмеймін, зарядтасы қанша уақытқа жеткен, әйтеуір зарядтап өтсін. Сондайдың артынан естіп, әйтеуір не керек, анда кеттік, мында кеттік, есімізді, етегімізді енді жақындатып жинағандай болып тұрмыз. Сол үшін құрметті жастар, құрметті үлкен кісілерді, қазір елдің болашағын, келешегін ойлаған ағаларымыз өте көп. Бірақ мен өкімет маған не істеді деп емес, жастарды мен жиі қорғаймын. Ақсақалдар ренжиді, жастар бұзылған, жастарды ұят жоқ, бетін тіл жіберсең қаншықпайды, бір осы жастарға ренжиді не істедіңіздер, айтшы. Не еңбек сіңірдіңіздер осыларға соншама? Сондықтан бұларды қайта қолдап, ортамызға алсақ, жаман да болса ағамыз жақсысын қайдан табамыз дейді. Бізге ешкім бермейді басқа ұрпақты. Бәріміз осы. Пайғамбардың ұлы сахабасы Абу Хурайра базарға келе жатса, 10-15 адам біреуді жинап кеткілеп жатыр еді, бәрі жағы. Ұрмаңдар, қой деп араша түсіпті. Сөйтсе, кім бұл десе, бұл ұры депті. Ұрмаңдар бұнды. Сөйтсе, сіз дей кісі мынаған араша түсесің бе ұруға депті. Сөйтсе, ол дана кісінің айтқан сөз екен. Бұның ісі жаман депті. Ұрлығы, бірақ өзі жақсы адам депті. Бұның ұрлығы жаман. Біз біреуді жек көрсек, соның көшесінде көреміз тұратын. Сол көшесінде тұрамыз, бәрін жек көреміз, оңағасында бәрін. Олар қатысы не еді? Солардың киген киімі, соның светі мынандай болса, соны жек көреміз бәріміз. Жырым керек сол сәттер жақта. Солмен ассоциация болып тұрады бізде. Бірақ ана неше түрлі ұятсыздар кешеген Астана қаласында министр бір 10-15 депутаттармен бір не өткіздік, петицияны талқылады. Ринат бар, Ардақ Назаров бар, министр ханым бар. Сол жерде осы ана бір жыныстылар туралы петицияны қарадық та, соларды көбейіп кетті ғой өзі. Бұрын өзімен құшақтасқан, қорқойшын, қорқан болып құшақтасқандарда. Анандай емес пе деп. Сондайлар шығып жатыр көшеге. Бізге права беріңдер. Біз өз немізді алып шығуымыз керек дейді. Ойбай не береміз, аз алды ойбай. Міне, біз бұндай болмаймыз деп ойлағанбыз. Қазақ халқы ондай болады деп ойлаған жоқ еді. Біздің ұлтымыз ондай болады деп ойлаған жоқ еді. Өкінішке орай осындай болды. Сол үшін біздің ұлы құндылығымыз, қазақ халқының құндылығы, бұл руханиятымыздан бастау алған халқымыздың ынтымақ бірлігі. Бір тәртіпке бас июде, заң, конституцияға, барлық заңға мойын ұсыну. Құранда да солай келеді, мойын ұсыныңдар деп. Сол үшін сол заңдылығымызды ұстап қалу, бұл біздің ұлы құндылығымыз. Тәртіп болған жерде, Бауыржан Момышұлы атамыз айтпақшы, бәрі нәрсе. Тәртіп сенің тәртібің емес, менің тәртібім емес, сіздің ойыңыздағы, менің ойымдағы тәртіп емес. Біздің заңменен кәдімгі құралған тәртібіміз бізге аса маңызды ардақтар. Сол үшін, құрметті жастар, суды ішіп, мынаны жерге лақтыруды көп адам жай нәрсе деп есептейді. Бірақ өтірік, харам деп айтқан сөзі. Мынаны ішіп лақтыру да харам. Өйткені ерте 100 жыл, 1000 жылдан енді шіріп жоқ болып кетсек те, мынау шіріп жоқ болмай екен. Табиғатымыз Алла Тағала аманат қылып берді сіздерімізге.
көп қақырып түкіріп жол жөнекей дәрені қыштаса тал жоқ байқайтын қурап тастады бәрін. Қурап тастады бәрін. Енді осы нәрсенің барлығын біз аманат қылып сақтап қалуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар жорыққа бір нәрсеге кеткенде шығарып салып тұрып, Абу Бәкір басқасы бәрін айтқан насихатында талды өртеме, егіндерін жаппа, ақсақалдарын өлтірме, әйелдеріне қол көтерме, жазықсыз адам өлтірме деп сондай насихат айтқан. Діннің негізгі мақсаты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгендегі ұлы мақсат Құдайдың жалғыздығын таныту болса, екінші орында ұлы мақсат дәл бүгін сіз бен бізге жетпей жатқан мінезіміздің иттігі. Қазақша айта берейінші. Иттік мінезіміз осы. Сөзді басымыздан асырмау. Десе мә деп аузын жауып жіберу. Тағы жастар айтады, өткенде біреу айтады, мен мінезім сондаймын дейді. Қазақша айтқанда мен баяншымын деген сөз ғой. Қазақта сөйтіп айтады, басқа не айтады? Мен шындымын дейді, мен десем мен жауап беру керек дейді да. Мен өзгермеймін енді дейді да осыдан. Абай атамыз сен формулаңды айтып қойған деді. Қалай өзгермейді деген адамның тілін кесетін едім дейді. Өзгерер адам. Егер адам өзгермесе, онда Құран келмеген болар еді. Алла жібермеген болды, бұлар өзгермейді болды. Бітті деп отыра береді. Өзгереді адам. Атақты Омар деген сахабаның дауысы қатты шығады екен. Құранда соғыс туралы түскен соң себептермен түскен аят бар да. Жаңағы сөйлегенде ой деп мына кішкентай балалар Омар келеді қара қаша деген балалар құрсын. Сол кісі пайғамбардың қасында сөйлегенде дауысы гүрілдеп қатты шығады, өзі батыр баһадүр болған. Сонда Құраннан Хужрат сүресінің 2-3 аяттары түскен кезде сау дауыстарыңды пайғамбардың дауысынан артық шығармаңдар деген аят түседі. Сол күннен бастап дейді, ана гүрілдеген адам мінезі сондай болған, табиғаты сондай шыққан адам дауысы сондай басты дейді. Громкость дегенде дейді, басты дейді өз дауысын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір нәрсе сұрағанда, айтқанда, естімей тағы да айтшы дейді екен ғой. Естімедім сені. Соншама өзін тәрбиелеп төмен түсірген екен. Ал біздің дін бүгіндегі діннен ұстап жүргендеріміз көпшілігі орамал тағып, нөмірімді айт жалмауыз дейді. Ол кетті қалды. Одан сорларды шықпай еді. Сақалды қойып алып тұрып, скорыйды бұрып өлтіріп жатыр. Пышақтап. Міне сол. Сонда дінді өзі былай деп айтады да, орысша бір сөз бар. Дінді не надо доказывать дейді. Дәлелдемеңдер дейді. Дінді дейді, религию надо показывать дейді. Көрсет. Мейірімдікпен көрсет. Ассалаумағалейкум деп бабаларымыз қолын төсіне қойып, амандасумен көрсетеді. Үлкенге жол беріп көрсетеді. Үлкен келсе жол беріп, есептен түсіп құрметтеледі. Мына түріктер тұрады ғой осы жерде. Мен бір түріктің кемпірін көргем. Мешітке жүріп бара жатсам, ол отырады. Мен мешітте бара жатсам, өзі жаңа кемпір 80-нің үстінде орнынан көтерілді. Ой, апа, отыра бер дейді. Амандасады, мен өтіп кеткен қайта отырады. Сон бір күні кейін баласына кездестіріп айттым, сен шешең айтшы, мен ыңғайсызданамын дедім. Мен өткен сайын сол жерден өтемін, ол кісі орнынан тұрады деді. Сон мамасына келіп айтып еді, менің көзімше мен куәсімін сол. Маған бүйтіп айтты ана кемпір. Балам деді, Кавказда деді, менің әжем маған үйреткен, мен кішкентай кезімде Кавказда болғанда маған үйреткен деді, тәрбие берген деді шешем. Не деп берген сен? Еркек емес, әппақ қороз дейді. Қоразды көрсең дейді, орныңнан тұр деп айтқан. Бірақ еркек те соған лайық болу керек екен да. Біздің еркектерге тоғатпай қалдық қой қазір енді. Мен шығамын. Өйткені оның ісі еркекке сай келмей тұр. Құрандағы ар-риджалу қауамуна ала ниса, еркек адам әйелді басқарады дейді ғой. Сол жерде еркек кішкене сипатын еркектік көрсетеді. Еркектік көрсеткенше, жап аузыңды деген емес. Еркек деген сол әйелді, бұның да формуласын атамыз айтып қойған қазір. Әйелді басынан, баланы жасынан, басынан сен жатып қаласың ба әйелдің алдында, шпагат қойып. Жаным, соңғы рет қашан естідіңіздер жарым дегенде. Үйленбей тұрместігенде сіз қалды сол жақта уже. Есік ашып беретін жігіт жоқ қазір. Даже үйленіп пакет көтеріп кете бересің үшін онда. Ақпал қарап, отыр ғой, бәрі пакет көтеріп уже накачанный бәрін отайды. Неден? Қайда анау? Есік ашып бергіште жарым деген қайда? Қалды ма сол? Міне, сол үшін еркек адам ондай басқару үшін соған лайықты іс көрсетсін дейді. Біздің ғұламалар айтыпты, еркек адамның өзінің Құдай берген табиғи ер адамдық
мысықтан шыққан иісі болады екен. Еркектің сұсты иісі болады. Аталарымыздан кішкентай балалар костюмдерін иіскесеңіз бір өзінің иісі болады. Енді кімде кім дейді, темекі шексе дейді, бұл әйелі ешқашан еркектің иісін сезбей кетеді дейді. Өйткені темекімен бастайды сасықтан. Мешітке кіргенде де мына имамдар бәріміз айтамыз, әсіресе жаздың күні жалаңа ой оқуға шақырамыз. Өйткені ана нәскиді мартта киген бұл. Ананы шешіп, дәрет алған туфлидің ішіне тықпай деп айтады. Өйткені сондайдың артына тұрып қалсаң, намаз оқығанда Аллаху акбар деп молданың аты жығыласың ғой. Содан көтерілмейсің, қаласың. Өлек ана иістен өлесің. Вытишканың бәрін қосамыз жұмады. Қайда? Сол үшін мына кішкене таза, мынау сақал өсіретін қазір біз жастардың бәрі құмар болады. Ана кішкентай бала сендерге қатысты. Сақал өсіруге құмар болып барады. Мениксидил деген бір бәле бар. Жақсаң өсіре береді екен иттің баласы. Шетелдің шығарған бәлесі жақсаң бұл өсе береді. Қай жаға жақсы сол өсіреді. Бәрі өсірмейді. Сақалдан өсіреді. Сол айтылыр не керек? Сол жағы өсіргісіге құмар. Сақалды өсірме, сауапты өсір. Салт аталарымыз көп болған сақал біздің салтымыз десек, сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық билер айтып кеткен уақыт. Сол үшін Құдайға сақалмен жақындамайсың, аузындағы ләләлә деген сөзбен жақындамайсың. Ішкі дүниедегі дүниеңменен амалың екеуі бір жерге келгенде шынайылықпен жақындайсың Құдайға. Оны Құдай көру керек. Шынайылық, ихсан деген немесі көп ұнатады. Сол үшін сол шынайылық болу керек. Бізді шынайы кім екенімізді жер бетінде бір-ақ адам біледі. Тірілерде. Кім біледі бізді? Әйеліміз біледі. Сол жақсы айтып біледі сен кім екенін. Жер бетінде сені бол көрген сол жалғыз өзі. Сол біледі сені кім екеніңді ше. Сондықтан оны өктірдік жүргізіңіз кетті. Жап. Ауызын ашып жүрмеші, айтсын неше том нәрсе айтып береді саған. Бірақ қой, менің балаларымның әкесі ғой, қой, Құдай қосқан жарым ғой деп ұлттық құндылықты қолына алып, анасын балаларының әкесі деп құрмет тұтқан жарларымызды құрметтей біліңіздер. Сол біздің салтымыз, сол біздің санамыз болады. Рахмет. Жау емес арасында дейді ғой біздің бабаларымыз. Сол айтқандай, қазір өкінішке орай, өзіңіз айтқандай, ел арасында осы асыл дінімізді жамылып, жастардың санасын теріс бағытта бұрмалап жатқан замандастарымыз көргенде әттеңе деп ішімізді ит қабатын рас. Ал енді осындай ашық ел жадында мәңгі сақталатын бетпе-бет бас қосулардың мейлінше мол болғаны өте